Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Осындай обряд жасап жатыр. Не дейді? Не деп жатыр? Бір мереке бірдеңені тойлап жатыр. Сол базарға барып қайттық жаңа, енді анау-мынау алып. Sorry. We have no child. Ал қайырлы кеш, достар. Біздеген Минзадан бірақ шықтық. Ал кетейік та базарға. Мына жақта ұпаның бар, қызы бар екен. Шош көткен. Кішкентай қызы бар екен. Сіздер білмейді екенсіздер, достар. Мен өзім енді білдім. Маған үйленіп алғаннан кейін айтты деп қойды. Білмеймін, мама бірдеңе деп жатыр. Торговый центрге шықтық. Жанып кетті. Бұл жақта апам бірдеңе сатып отыр. How much? Рупи. Indian рупи. Мен айтамын да, қазіргі жігіттердің көз соқыр. Мынандай әпидемақ қыз, басы бос, қосылайықта отыр, үміткер күтіп. Мысалға да. Қайда жүрсіңдер, ағайындар? Короче, қазір біздің Сәкебайдың Instagram парақшасын белгілеп кетемін. Осы жаққа тіркеліңіздер. Жігіттер осылай жазбаңдар, личкісіне айналыңдар, қосылайыққа үміткер болып келіңдер. Жазбаңдар, личкіге жауап бермейсің ғой, иә? Дайрек ашпайды, молодец. Құрметті оқырман, бізде көптен күткен Шерхан студияда. Қалайсыз? Уайымдап жатқан жандар өте көп. Енді әртүрлі бәлені жазып отыр енді. Ол бүйтіп қалды, ол сөйтіп қалды деп жоқ, барлығы жақсы. Отбасылық жағдаймен осылай ұжымнан сұрап кеткен. Ал Нұрсұлтан, екінші берілген мүмкіндігіңіз құтты болсын. Өте қуаныштымын. Рахмет көп сіздерге редакция жағына. Ұйқыны ашып алу керек азан. Жаман қарадым. Ұйқыны ашып алу керек. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Аллаға шүкір, қызымызды бүгін выпискасы болайын деп жатыр, шығарып аламыз. Келіншегім мен қызымызды сол жаққа қарай барайын деп жатырмыз. Айтылмай қалған жақындарымыз, достарымыз болатын болса, бәріңізге ескертіп айтамыз. Обязательно келіңіздер, маған хабарласыңыздар. Бәрін сторисқа салып отыратын боламыз, үйімізге апаратын боламыз. Ал мен гүлдерімді бошым шығарып алдым. Үйге кішкентай люлькасын қараңыздар. Қош келдің қызым көп. Міне, Аллаға мыңнан шүкір. Енді бошым бұл үйде кішкентай бошым сәбидің дауысы естілмей шығатын болады. Бәріміз тыныш деп жүретін болатынбыз. Қайырлы кеш, достар. Қалайсыздар? Бүгін үйде демалдық. Шыны керек, жаңа тұрдым ұйқыдан. Ренжімеңіздер, тамақ істейміз деп жүргенде, балдардың қамын ойлаймыз деп жүргенде сағат 6:30 болып қалыпты. Сондағы 25 минут өтіп кетіпті. 6-да ойнатамыз деген болатынбыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы күн. Қазір, короче, ласточканы жуып отырмын. Сосын 18 досым туған күн деп, Асет Тони. Сосын коттедж көруге барамыз, короче. Ана атмосфераны қараңызшы, атмосфера. Осындай жерге туған күн жасайын деп тұрған жайымыз бар енді. Мына жігіттің туған күні 18 болашақты жасаймыз. Бұйыртса. Негізі Реал Мадрид еді, білмеймін, Юнайтедке болып әйтеуір. Роналдан шыққан жері ма? Моше тамақтанып аламыз да жолға шығамыз, Алла қаласа толға екеуміз. Қалайсыңдар? В общем, погода деген өте бір керемет болып тұр екен. Ұйқыдан тұрсам, кәдімгідей. Ой, не деген контраст болып тұр, кәдімгідей күн шығып, таза тамақ жейтін погода болып тұр екен. Қазір тамақ жеп, сосын бір жақсы жаңалығым бар. Енді чуть-чуть потерпите, пожалуйста. Всем привет, қалайсыздар? Қарасаңдар, бүгінгі макияж мынандай нежный, күшті бір әдем болып тұр негізінде. И мына жерде айна кішкене таза емес болып тұр екен, ладно, ничего страшного. Мен қазір үйдемін, бір жерден келдім. И қазір балаларды шомылдыруым керек, ертең сабаққа дайындауым керек, шомылдырып дайындап реттеп. Сонымен не істеймін, сонымен көреміз десіне. Сол ойлаш деп, кстати, ойлаш деген видеомыз 1 миллион болып қапты, құдайға шүкір. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Тойға шықтық. Не қызық қамын? Ауылдан келген, Талғар қаласынан, Есік селосынан келген, Қылыш пен Ақтау қаласынан келген. Неғымды ауыртпаңда.
Латипа дейсіз. Ақтау қаласынан келген Кім енді? келін. Ай, мына кісіге бір бөпе жетпей жүрген сияқты ма, қалай өзі? Бағанадан бері баланы қарап отыр, жылатпады ғой, бір жылатпады. Мына Абылайдың үйінде, мына Абылайдың мамасы мен папасы біз осылай әдемі күтіп жатыр екен. Рахмет тәте. Маған бұл жай келмегеніне өкініп кететіндей еді ғой мынау. Айтшы Абылай. Ойлаш досым деп па. Жолдан перизат сияқты шықпаған. Ойлаш біз ай. Андай қазыны жей алмай қалдың сен. Естіп болды. Шуға келіп жатыр қонаққа. Өзім түсіре беремін Абылай, өзім түсіре беремін. Шуға келіп жатыр қонаққа Абылайдың үйінде. Осындай тәтем мен ағам керемет ас беріп жатыр.